Тікелей эфирде прайм тайм. Біздің ел жасанды интеллектіні кеңінен қолдануға ниетті. Мемлекет басшысы өз жолдауында электронды үкімет платформасына жасанды интеллект технологиясын барынша енгізу қажеттігіне тоқталды. Цифрлық технологияларды дамытудың өндірістік және ауыл шаруашылығы саласын түлетуге септігі мол. Мәселен, үкіметтің экономикалық тұрғыда құрамдас бөлігі саналатын Бәйтерек басқару холдингінің мамандары шалғайдағы шаруалардың техникасын есептеу үшін жылына 4 рет ауыл аймақты аралап шығатын. Ал қазір өңірлердегі агроқұрылымдар комбайн немесе тракторды жан-жағынан суретке түсіріп, ортақ жүйеге жіберсе болды. Әрі қарай жасанды интеллект арнайы қосымша арқылы мәліметтерді өңдеп есептеп береді. Жасанды интеллект бұл техника қай жылғы болғанын, қандай марка болған, дөңгелектерінде, шанағында қандай ақаулар бар екенін өзі анықтап, мәтін түрде есебін береді. Бұл біз үшін алдымен адами ресурстарды үнемдеуге мүмкіндік береді. Ал фермерлерге болса, қолайлы уақытында, қолайлы жерде мониторингті өздері жүргізуге мүмкіндік береді.